Қазақстан көмірсутекті шикізаттарының едәуір қорын иемденген. Олардың көптеген бөлігі Маңғыстауда өндіріледі. Бұндағы кәсіпорындар негізінен көмірсутегін дайындауда белсенді атсалысқан шетелдіктердің қатысуымен құрылған. Бұнда инфрақұрылым қарқынды дамып, жаңа өндірістік объектілер мен тұрғын үйлер пайдалануға берілуде. Осы ретте жұмысының басты бағыты Қазақстан Республикасының мүддесіне экономикалық және экологиялық зиян келтірмеу жөнінде генерал-лейтенант Амангелді Шабдарбаевтың тікелей басшылығындағы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Маңғыстау облысы бойынша департаментінде жұмыстар жүріп жатыр. Департамент облыстың геосаяси орналасқандығын есепке ала отырып, қарсы барлау және мемлекеттік құпияларды қорғау, діни экстремизмге, есірткі бизнесіне қарсы күрес, экономикалық және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бойынша алдына қойылған міндеттерді сәтті шешуде. Шекарада, оның ішінде Каспий теңізінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстарын айқын анықтайтын мемлекеттік шекараны қайта салу жөнінде үлкен бағдарлама жүзеге асырылды. Жедел қызметтің соңғы жылдары қол жеткізген нәтижелері республиканың ұлттық қауіпсіздік комитеті басшылығының лайықты бағасын алып, Қазақстанның экономикасында алдыңғы орында тұрған біздің аймағымыздың тұрақты жағдайын қамтамасыз етуге оң ықпал етті. Департаменттің барлық ұжымына әлеуметтік және тұрмыстық жағдай жасамай, осындай жоғары көрсеткішті нәтижелерге қол жеткізу мүмкін емес. Комитет басшылығының көмегімен департамент ғимаратының алдыңғы жағын жөндеу жұмысын аяқтады. Барлық қызметтік бөлмелер жаңа компьютерлік техникалармен жабдықталды. Қылқан жапырақты ағаштар отырғызу, абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Маңғыстау облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасының мүдделерін күзетуде тұрған және жалпы көзқарасты біріккен жоғары кәсіби офицерлері бар ұйымшыл ұжым. Ұжымның арасында іскерлікке, ұйымшылдыққа және тәртіптілікке ерекше мән беріледі. Әскери дене шынықтыру дайындық жаттығуларында әскери қызметкерлердің дайындық деңгейі көтерілуде. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органына жаңа қабылданған әскери қызметкерлерден әскери ант қабылдау, оларға жолдама, хат беру және Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті жоғары оқу орнын бітіріп келген департаменттің жас офицерлеріне табелдік қару беру рәсімі дәстүрге айналған. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына жоғары тәжірибелі кадрларды дайындау Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғары оқу орындарында жүзеге асырылады. Бұл Алматы қаласында орналасқан Академия және әскери институты. Академия және әскери институты бөлімдердің және шекара қызметі құрамасының қарсы барлау бөлімшелері үшін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің барлық бағытындағы қызметінде біліктілікті көтеру үшін офицер кадрларды дайындауды жүзеге асырады. Аталған жоғарғы оқу орнына қабылдау және оқу мәселелері бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментіне хабарласуға болады. Оқу процесіне жаңа интернет технологиялары, жасанды серікті теледидар, электронды кітапхана, оқудың жаңа ақпараттық, коммуникативтік құралдары барынша енгізіледі. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті органдары әскери қызметкерлердің әскери дайындығын үнемі көтеріп отыру, кадрлар саясатының өзекті бағыттарының бірі болып табылады. Осы талаптардың мән-мәтінінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы қызметі құрылған кезінен жеке нормативтік құқықтық базасы қалыптасқан. Әскери қызметкерлердің әскери дене шынықтыру дайындығын, сонымен қатар қаруды қолдану және өзін-өзі қорғау тәсілдерін сенімді қолдана білуді жетілдіру оқу жаттығу процесінде дұрыс қойылған. Әскери арнайы білім алудың сапалы деңгейі шекарашы офицерлерді дайындаудың қазіргі талаптарына толық сәйкес келеді. Сонымен қатар, олардың мәдени және шығармашылық ойлау деңгейлері қазақстандық жоғары әскери оқу орнының дәстүрі мен кадрлық мүмкіндігі ескеріледі. Курсанттарды оқыту, оқудың кәсіптік қызметі тұжырымдамасы негізінде жүзеге асырылады. Оның негізгі мазмұны әскери кәсіби ойындардан, шекаралық пен тактикалық оқу түрлерінен, оның ішінде әскери атыс жаттығуларынан тұрады. Қазіргі таңда Академия мен әскери институттың тәрбиеленушілері Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті офицер кадрларының елеулі бөлігін құрайды. Олар орталық аппараттың, аймақтық басқармалардың, құрылымдар мен бөлімдердің басшылық лауазымдарында қызмет етеді.